Португалия тарих пен мәдениетке бай ел. Бұл елде көптеген қызықтарды көріп, естуге болады. Біз бүгін Португалия туралы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Португалия Пиреней жартылай аралының батысында орналасқан мемлекет. Астанасы Лиссабон. Оңтүстігінде және батысында Атлант мұхитымен шайылып жатыр. Шығысында, солтүстігінде Испаниямен шектеседі. Халықтың 99%-ын португалдықтар құрайды. Көп тілді мемлекет болғанымен, ресми тіл португал тілі. Халық саны 10,6 миллион. Ресми валюта евро. Лиссабондағы халық саны 550 мың адам. Қала бүгінде әлем бойынша таңдаулы тұрмысқа жайлы 25 қаланың қатарына кіреді. Лиссабон Лондоннан, Парижден, тіпті Римнен де кәрі екен. Бұл Афинадан кейінгі Еуропадағы ең ескі қала. Португалия шекарасы 1139 жылдан бері өзгертілмеген. Мұндай көрсеткіш Еуропада кездеспейді. Португал тілінде әлемнің 12 елі сөйлейді. Бұл дегеніміз шамамен 240 миллионға жуық адам. Бұл Бразилияның ресми тілі болып саналады. 12 ғасырда Португалия Испаниядан тәуелсіздігін алып, теңізшілердің арқасында әлемдегі иелігін кеңейтті. Бразилия, Ангола, Макао, Мозамбик, Венесуэла және басқа елдерде колониялар құрып, португал тілін әлемдегі ең кең таралған тілдердің біріне айналдырды. Португал тілі Еуропалық одақтың және басқа да халықаралық ұйымдардың ресми тілдерінің бірі. Бұл ең отарлық империя. Оның шыңына жеткенде ол 53 елді біріктірді. Бразилия 1833 жылы тәуелсіздік алды. Ал соңғы Португалия колониясы Макао 1999 жылы Қытайға берілді. Португалия 1986 жылдан бері Еуропалық одақтың құрамына кіреді. 1290 жылы құрылған Коимбра университеті Еуропадағы ең ескі оқу орындарының бірі. Португал үкіметінде жаңа туған нәрестелерге тыйым салынған атаулардың 80 беттік тізімі бар. Мысалы, бұл тізімде Овнис атауы бар. Ол португал тілінде НЛО дегенді білдіреді. Васко да Гама аты берілген Еуропадағы ең ұзын көпір Португалия жерінде орналасқан. Ұзындығы 17185 метр. Ал ең ескі Бертран кітап дүкені 1732 жылы ашылған. Бүгінде бұл атаумен Португалияда кітап дүкендер жүйесі бар. Португалияда саяхатшылар тамашалайтын ескі бекіністер, тарихи құрылыстар өте көп. Солардың бірі іргесі 13 ғасырда қаланған Абидуш бекінісі, ЮНЕСКО тізіміне енген Лиссабонда орналасқан Торре де Белен мұнарасы. Оны 6 жыл бойы 1515-21 жылдар аралығында теңізшілерге шамшырақ ретінде салған. 7 ғасырда негізі қаланған Гемарайнш бекінісі. Бұл бекініс 20 ғасырда қайта қалпына келтірілген. Лиссабоннан 130 километрде орналасқан, тарихы 2000 жыл бұрын басталған қала мұражай Эворада саяхатшыларды өзіне тартып тұрады. Сонымен қатар, заманауи демалысты қалайтын адамдарға да демалыс орындары да жеткілікті. Олардың ішінде Пена де Жерш ұлттық саябағы, Прая да Марина жағажайы, қала курорт Кашкайш бар. Достар, Португалия туралы көптеген мәліметтерді білдіңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.